Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер, сіздермен бірге меджурналист Гүлнұр Сәлімбай және бүгін бізде қонақта психоанализ бағытындағы психолог Гүлжан Қалиқызы. Сәлеметсіз бе, қош келдіңіз. Сәлеметсіз бе, Гүлнұр ханым, рахмет шақырғаныңызға. Сізді көргеніме өте қуаныштымын. Біздің бүгінгі тақырыбымыз өте ауқымды тақырып. Бұл тақырыпты ашатын, тереңнен мықты құнды кеңестер беретін маманды ұзақ уақыт іздеп жатып, Сая ханымның кеңесімен таптым. Сая ханымға рахмет. Сіз сияқты маманды кеңес берген. Бүгінгі біздің тақырыбымыз негізгі қозғалатын тақырып босанғаннан кейінгі депрессия, послеродовая депрессия. Ал оған дейінгі айтатын тақырыбымыз жалпы аналардың депрессиясы, жалпы босанғаннан кейінгі депрессияға тап болмау үшін не істеу керек. Жақсы, сізді көргеніме өте қуаныштымын. Мен де. Өзіңіз жайлы бірер ауыз сөз. Өзіңіз айтып кеткендей, мен Гүлжанмын. Психоанализ бағытында психолог ретінде жұмыс жасаймын. Көбіне үлкендермен де, балалармен де жұмыс жасаймын. Және жаңа депрессия дедік қой, ол бір ауқымды тақырыптардың бірі. Маған келетін ата-аналар болсын, балаларын алып келген кезде де осы тақырыппен көп жұмыс жасаймын. Және қазір мен психоанализ қауымдастығының президенті болып сайландым. Осы 1-2 ай болды. Құттықтаймын. Рахмет. Сондықтан менің ойымша қазір біз көптеген енді жоспарымыз көп. Жаңағы зерттеулер жасау. Өйткені қазақ қоғамында психологияның дамып келе жатқаны енді ғой. Соның бәрін жан-жақты зерттеу керек болып тұр. Мысалға, кішкентай баланы ата-әжеге беру салтымыз қаншалықты әсер етеді. Оның барлығын біз білеміз. Бірақ әлі қағаз жүзіне бүйтіп әдемілеп түскен жоқ. Ғылыми түрде әлі жоқ. Жалпы аналар депрессиясы дегенге тоқталып өтсек. Аналарда неге депрессия пайда болады? Қайдан пайда болады? Депрессия деген не жалпы? Былай бастасақ, аналар емес, тек қана жалпы адам заты неге депрессияға түседі деге. Бұны енді біз тек қана депрессия, психикалық ауытқу деп қабылдамайық. Өйткені депрессиядан ешкім жаңағы гарантия бермейді. Депрессияға түспейсің деген сияқты. Сондықтан факторлар көп. Мысалға, адам қандай әлеуметтік жағдайда өмір сүреді. Жеткілікті ма, жоқ ол аз ба, жаңағы күнде таңертең 5-те тұрып, түнгі 3-ге дейін жұмыс жасай ма, мысалға ұйқысы қанбайды. Физикалық денсаулығы қандай, ол да әсер етеді. Одан кейін оның жаңағы өмір сүріп жатқан отбасының тарихы қандай, әрқайсының оның әке-шешесінің тарихы қандай болды. Өйткені біз жаңағы бір поколениядан екінші поколенияға көп нәрсе береміз. Ол тек қана қанмен келетін нәрсе емес, сонымен қатар біздің тұрмысымызды береді. Біздің қалай өзімізді ұстауымыз керек, соның барлығы отбасымыздан келеді. Генмен ба? Ген, енді жаңағы отбасылық ген деп айтайық, тәрбие, соның бәрі соның ішінде жатады. Ұят, кінә сезімі, қандай үлгілі адам болу керексің, президент болу керексің ба, әке-шешең армандағандай, соның барлығы кішкентай сәби кезімізден қанымызға құйылады. Енді сүтпен бірге ананың сүтімен деп айтып жатады ғой. Бірақ неге әйел адамдар депрессияға көп шалынады? Өйткені біздің қоғамымызда, менің ойымша, жалпы енді өмірде де сондай шығар, басқа мемлекеттерде әйел адамға қойылатын бір сыртқы міндеттер де өте көп. Егер бізде ер адамдарды сыртта жүріп ақша тапса, нанын алып келсе, жеткілікті деп қарайтын болсақ, әйел адам мойны көп. Баланың тәрбиесі, ертең ол бала қандай болып өседі, жақсы бола ма, жаман бола, түгел әйел адамға алып келіп соғып қояды. Сондықтан әйел адам іштей де күйзеледі. Мен қазір әдемі ана болып отырмын ба, мен ертең балам кім болып өседі, мені қалай көреді сырт көзбен. Одан кейін келін болып түскен кезде қайтадан жаман қатын қайдан шығады, қыз кезінде әдемі едің деген сияқты. Сондай көп, тек қана жаңа әлеуметтік, генетикалық факторлардан бөлек психологиялық ішкі күйзелістердің факторларының әсерінен адам жалпы депрессияға ұшырауы мүмкін. Кейбір адамдарда ұзағынан болуы мүмкін, кейбіреулерде қысқа эпизодтар ретінде шығады. Оның барлығы қалыпты жағдай. Ал ең ашық бізге жақсы көрінетін депрессиялардың бірі ол, мысалға, мен өзімнің жақын адамды жоғалтсам. Әкем, шешем, бауырым, жақсы көретін құрбым. Бірақ ол менің жаныма жақын бір адамды жоғалтқан кезде менде депрессияға ұшыраймын. Бірақ 1 жылдың ішінде ол депрессиялық күйзелістер кету керек. Өйткені біз оны норма ретінде қабылдаймыз.
жақын адамға жоғалтқаннан кейін қайғымен жұмыс істеу болады. Сондықтан мен ойымша бізде жаңағы 3 күндігі, 7-сі, 40-ы сонда жиналып, адам жылайды, адам сықтайды, бір-бірімен сөйлеседі, оның барлығы жеңілдетеді. Қасына адам болған сайын, оны қолдаған сайын. Сонда жылым берген кезде, көрдіңіз ба, мысалға қазір оны ғылыми түрде біз дәлелдеп келе жатамыз. Оның бәрі салт дәстүрмен келген нәрсе ғой бізге. Ешкім үйреткен жоқ. Сонда 1 жылдан кейін, жаңа жылын бергеннен кейін, мен соңғы бір қайғымен қоштасам деген сияқты. Онда одан кейін, біраз уақыттан кейін мен қалыпты өміріме келе алам. Мен күле алам, мен қуана алам, мен ары қарата өз өмірімді сүрем. Ал егер сіз мысалға жақын адамдарыңыздан 1 жылдан астам мысалға жоғалтқаннан кейін адамды депрессияның әлі бір белгілерін көретін болсаңыздар, онда бұл жерде ойлану керек. Көмек керек ол кісіге. Ол әлі қоштаса алмай жатыр. Ол адам әлі жібере алмай жатыр. Сондықтан мазарға күнде барады, немесе апта сайын шелпегін жасайды. Жасама деген нәрсе емес. Бірақ олар жасаған кезде оған көп мән береді. Көп күш жұмсайды. Осындай кезде біз жанымыздағы адамдарға көңіл бөлу керекпіз. Жалпы адам депрессияда екендігін қалай біледі, қандай симптомдары бар? Немесе жанымыздағы адам депрессияда екенін біз қайдан білсек болады? Мысалға, адамға тән емес бір қасиеттерді байқаймыз. Ең бірінші біз қарайтын нәрсеміз ол адамның көңіл күйі. Көбіне жылай ма? Сау адамға тән емес қасиет. Иә. Тым көп жылауы мүмкін, тым көп уайымдауы мүмкін, тревога деп айтып жатамыз ғой. Бірақ ол тревоганың, уайымның бір себебі, нақты себебі жоқ. Мысалы, мен қазір бір комиссия келіп отыр, не істеймін деген сияқты уайым, ол фактімен белгіленген бір уайым. Оның себебі бар, симптом ретінде. Ал бұндай кезде біз адамнан түсінбейміз, неге қайғырып жүр? Үйі бар, бала шағасы бар, жұмысы бар, неге деген сұрақтар туындайды. Сондықтан, егер осындай жаңағы белгілерді көретін болсақ, кішкене адам қасындағы адамға мұқият болу керек. Екіншісі, ол біз когнитивті өзгеріс деп айтамыз. Адам мысалға өмірінде болып жатқан құбылыстарды басқаша қабылдайды. Мүмкін уақыт тоқтап қалған сияқты деген әңгімелер көп болуы мүмкін. Керісінше кейбіреулер тез дейтін сияқты, ойлау қабілеті баяулауы мүмкін. Сосын сөйлеу қабілеті де басқаша болып өзгеруі мүмкін. Бірақ мен күнде тұрып жатқан кезде ондай нәрселерге бүйтіп сақ құлақпен қарамаймын ғой деген сияқты жіберіп алуымыз мүмкін. Үшінші, тағы бір үлкен белгілердің бірі ол біздің іс-әрекетіміз. Мысалға, егер адам шымыр болса, онда ол баяулап қалуы мүмкін. Керісінше баяу адам мүмкін тым өзіне артық жүк алып жұмыс жасауы мүмкін. Мысалға, 7 сағаттық жұмысын ол 10 сағатқа, 11 сағатқа созады. Онда адам бір ойлары бар іште, сонымен кездесе алмайды. Сондықтан ол жұмыспен басу керек, мүмкін жаңа той-томалақтардан шықпауы мүмкін, көршілеріне кетіп қалуы мүмкін деген сияқты. Бірақ ол адамға тән емес. Егер біз бір-біріміз жақын тұратын адамдарымызды жақсы білетін болсақ, бір-бірімізбен сөйлесе алатын болсақ, осындай белгілерді, сигнал дейміз, бірден байқаймыз. Ал егер қарым-қатынастағы адамдар бір-біріне мұқият емес, бір-бірін тыңдай алмайды, түсіне алмайды, сөйлесе алмайды, көбіне осы бала-шаға үшін ана үйімізді салып алайық, үйтіп алайық, ипотекамызды, кредиттерімізді жауып алайық деген кезде, олар онда жан құбылыстарына көп көңіл бөлмейді. Өйткені ойдың бәрі басқа жерде жүреді. Ішкі көңіл күйіне ма? Осындай бір кішкентай өзгерістерге. Ол жиналып, одан кейін үлкен депрессияға ауысу мүмкін. Кейбір адамдарда тек қана мүмкін бірнеше ай болуы мүмкін. Өздерімен өздері шығады. Кейбіреулерге жеткілікті бір көшеге шығып қайтып, құрбыларымен кездесіп, әке-шешесіне барып қайту деген сияқты. Сондықтан менің ойымша әрбір көрерменнің құлақ ілер нәрсесі, әр адамның өзінің тағдыры бар. Ол бір-біріне ұқсамайды. Сосын әрбір адам өзін басқа адамдармен салыстырмау керек. Ана кісіде осындай депрессия бар, немесе Google-ға кіріп алады да, менде мыналар жоқ дейді да, немесе мыналар бар, онда деген сияқты. Өйткені депрессия ол өз-өзін бағалау арқылы қойылатын нәрсе емес. Депрессияны
кәдімгі мамандармен кездесу арқылы өзіне қою керек. Кейде просто көңіл күйдің болмауы мүмкін. Өйткені жаңа қоршаған ортамызда болып жатқан жағдайлар, жұмыс істеу керек тағы да деген сияқты. Сондықтан осы үш әсіресе жаңағы үлкен бір кластерға қарайтын нәрсеміз көңіл күйі адамның, ойлау қабілеті, когнитивті процесстер дейміз, және іс әрекеттің өзгеруі. Егер осы үш нәрседе біз біркелкі бір әрқайсынан өзгерістер байқайтын болсақ, онда әрине кішкене дауыл қағып дегендей бір-біріне көмек беру керек. Жаңа енді қыдырған жақсы көріп кетуі, той томалаққа барып кетуі деп жатсыз ғой, ол мүмкін ол адамның оған дейінгі табиғатта сондай болуы мүмкін, ал егер ол оған дейін олай қыдырмайтын аяқ астынан қыдырғанын жақсы көріп кетсе, ол кішкене ойландыратын нәрсе дейсіз бе? Одан кейін көңіл күйдің болмауы мен депрессияны шатастырып алмау керек деп жатсыз, көңіл күйдің болмауы қанша уақытқа созылған кезде, мынау депрессия деп ойлануға болады? Біз жалпы қарау керекпіз. Депрессияны депрессия деп атау үшін бірінші мамандарға бару керекпіз. Ал өзім бағалайтын болсам, онда менің мысалы көңіл күйім күнделікті, күні бойы өзгермейді. Сол мен уайымдамын, қайғыдамын, өзімді жек көрем, баламды жек көрем, өмірге түңілем, тағы не болуы мүмкін, түнде ұйықтай алмаймын, немесе керісінше көп ұйықтаймын. Және ол 2 аптадан көп болу керек. Жаңағы кейде мысалы 2 аптаға дейін болатын болса, ол норма. Өйткені мүмкін бір факторлар әсер етті деген сияқты, жалпы өмірдегі болып жатқан. Өйткені біз тек қана позитивті өмірде өмір сүре алмаймыз, ол мүмкін емес. Мен қайғыру керек, мен бір жерде жылау керекпін, жылайтын жерінде, көңілім түсетін жерде көңілім түсу керек. Бірақ осы келбетіміз 2 аптадан көп созылатын болса, және күнделікті, большая часть дня, онда мен мамандарға жүгіну керекпін. Қандай маманға? Психолог или психотерапевт? Менің ойымша бірінші психологқа барып қайтса болады. Кейде жаңағы терапевттер болады поликлиникадағы өзіміздің. Ол енді маманның әртүрлі ғой. Егер байқап жатса, ол скринингке жібереді. Скринингтен тесттер өтеді. Ол ең алғашқы қадам. Сол тесттердің проценттермен шығарады. Ол жерде көңіл күйге байланысты сұрақтар болады. Бүгін мен өзімді мысалға кінәлі сезіндім. Немесе бүгінгі күннің көбінде мен өзімді көңілсіз сезіндім. Кейде жоқ деген сияқты сұрақтарға белгілейді. Сол жерден процент шығады. Сол жерде белгіледі норма, одан кейін легкая депрессия, средняя тяжести депрессия, тяжелая депрессия. Еще неге байланысты, қаншалықты ол қатты кетті, терең кетті деген сияқты. Содан кейін барып, ол жерден психолог немесе поликлиникадағы терапевт осы скринингтен кейін ол айтады. Немесе сол жердегі психологқа барыңыз дейді, қосымша, немесе клинический психологтар болады, немесе психиатрға жібереді. Ол жерде уже диагностиканы толықтай өткізеді, қарайды, сөйлеседі. Өйткені ол бір ғана мынандай симптом бар, бұл сенде депрессия деп қоймау керек адам өзіне. Ол дұрыс емес. Все-таки мамандарға сену керек, мамандарға бару керек. Сол кезде олар депрессияның тереңдігін зерттейді, қай түрі, биполярный деген депрессиялар болады, жаңағы обычная депрессия и так далее. Поликлиникадағы психологтар жаңағы скрининг деген соның бәрі тегін негізі, оның бәрі тегін. Егер орта деңгейдегі депрессия байқалатын болса, ол кісілер өздерінің қарауына алады, Алу керек енді. Жалпы жұмыс солай жасалынады, Жақсы, босанғаннан кейінгі депрессия деген тақырыпқа көшпей тұрып, сол босанғаннан кейінгі депрессияға тап болмау үшін қыздар қандай дайындықта болу керек, немесе аналарымыз қандай дайындықта болу керек, сондай бір қандай да бір бар ма да, осындай өзін осылай дайындаса давай депрессияға түспеуі мүмкін деген сияқты? Знаете, мен мысалы психологпын, жаңа 4 жыл оқыдым, одан кейін неше жыл практика. Бірақ мысалға мен босанған кезде де мен одан құр қалған жоқпын. Өйткені ол тек қана дайындық емес, ол адамның ішкі дамуы, сыртқы жаңағы стресстермен қалай, күйзелістермен қалай мен жұмыс істей алам, оны ұстай алам ба, ұстай алмайм ба деген сияқты сұрақтар болады ішкі. Бұл жерден ешкім сақтап қала алмайды. Кейбіреулерде жаңағы бэйби блюз деген болады.
енді жалпы әйел адам босанғанға дайындаламыз ғой, сіз де дайындалдыңыз, мен түсінемін. Иә, біз жаңа киімдерді біз армандаймыз, андай бала туылады, мен үйтем бүйтем деген сияқты, бөлмесін әзірлейміз. Оның барлығы көмектеседі. Біреу медитацияға барады, біреу йогаға барады, біреу жаңағы неше түрлі тренировкаларға барады. Бірақ бір келкі рецепт жоқ. Пирогты жасаған кезде де бір рецепт, бірақ дәмі әртүрлі шығады. Бұл жерде де сондай. Әр адам өзіне не көмектеседі, өзіне не ұнайды, соны жасау керек. Кейде маған осылай келеді, мен айтамын, мен білмеймін, бірақ сізге не ұнайды, соны зерттеп қарайық деймін. Сол кезде ол айтады, кеше мен подругам айтты, неге барайық, джимға барайық дейді, тренажерный залға. Бірақ мен бардым, маған ұнамайды дейді. Бірақ оған мен көрдім, мен подругама көмектесті, құрбыма, мен де барғым келеді. Сол кезде біз адам өзін міндетті түрде темпін білу керек, өзінің характерін білу керек, түсіну керек, иә, өзінің ішкі сезімдері. Мысалға, егер сіз баяулау болсаңыз, сізге мүмкін йога көбірек ұнайтын шығар. Ал егер кішкене темпераменті активныйлау болатын болса, мүмкін оларға жаңа сол сияқты тренажерный зал, қазір неше түрлі билер бар деген сияқты адам өзіне іздеу керек. А кейде болады, адам тек қана ұйықтау керек, демалу керек. Мүмкін оның ұйқысы шала шығар. Қайттан физиологиялық жағдайымызға қарау керекпіз. Менің витаминдерім бәрі дұрыс па, ағзамдағы. Қандай да бір ауруларым бар ма, физиологиялық, жоқ па, соның бәрін қарау керек. Қаржым жете ма ертең, жетпей ма? Қаржы көп мәселені шешеді, шын мәнінде де. Біз енді айтамыз, Алла тағаладан бергеніне шүкір, оның бәрі жақсы нәрсе. Бірақ шынайы өмірге келетін болсақ, егер мен нанымды сатып ала алмасам, балама сүтін ала алмасам, жаңағы подгузниігін ала алмасам, онда қайдан бақыт деген сияқты. Мен әрине депрессияның бір мүмкін жеңіл түрі, мүмкін орташа, бірақ бір деңгейінде болуы мүмкін. Ол мынандай қайттан әрбір адам түсіну керек, әйел, біздің өмір бүйтіп линейка сияқты бір неде жүрмейді. Бізде былай. Бірде жақсы, бірде төмен, бірде орташа, бір қалыпта жүреміз, содан кейін тағы да жыбырлаймыз деген сияқты. Ол норма. Сосын психологиялық. Ішкі жан дүнием қаншалықты тыныш менің. Менің әке-шешеммен қарым-қатынасым қалай? Ертең мен босанғаннан кейін мені қолдаушы адамдарым бар ма, жоқ па? Кім маған күтіммен көмектеседі? Мен егер мысалы алғаш рет ана болып жатсам, немесе мен 1 жасар балам бар, қазір тағы 2-шісін босанам. Маған кім қасымда көмекші болады? Маңызды нәрсе. Бізде көбіне әйел адам үйту керек, бүйту керек, бәр жерде үлгеру керек. Олай емес. Ол мүмкін жаңағы Инстаграмда көретін өміріміз шығар, кітапта оқитын бір оқиғаларымыз шығар. Бірақ шынайы өмірде әрбір адам, әйел адам, ер адам бүйтіп тоқтап ойланатын болса, ол мүмкін емес. Бәрін үлгеруге. Жұмыста істеп, жаңа тамағында жасап, балаларына да қарап. Кейбір бала 5 минут уақытты талап етеді. Кейбір балаға 25 минут уақыт керек. Оны жинағанша. Өйткені екеуі екі түрлі адам. Сондықтан әйел адам ең бірінші неге қарау керек? Маған не ұнайды? Қандай жағдай ұнайды? Қазір маған айтатын шығар, эго-психологияны эгоист болып кетсем деп, жоқ, одан қорықпау керек. Егер мен өзіме жақсы жасайтын болсам, мен басқаларға да сол жақсы сезімді сыйлай алам деген сияқты. Мен мысалға айтпаймын, өзіңді ойла, ол барып бәрімен ұрысып, қырылысып, келіп бөлмеңде жатып алу емес. Өзіңді сыйла, мен ойлаймын, мысалға, мен бүгін ұйықтағым келіп тұр, қонақ күте алмаймын. Бірақ сен қонағыңды, мысалы, жолдасы болсын, ата енесі болсын, әке-шешесі болсын, мүмкін басқа күнге дайындайық. Мен бүгін дайын емеспін. Міне осы өзінің жағдайын ойлау деген нәрсе. Ал көбіне келін болып түскен кезде, ата енемен тұрған кезде, жолдасы болсын, басқа қайынәпкелері, неважно, тұрған кезде кейбір адамдар осындай қарапайым нәрсені жасай алмайды. Қонақпа болды, мен үйде отырмын ғой, әрине. Үйде отыру ол жаңағы служанка болу емес. Үйде отыру өзіне қарау, өзін сыйлау, жолдасын күту деген сияқты. Оның бәрі кіреді, бірақ өзін ұмытпау керек адам. Егер мен қазір бүгін дайын емеспін, басым ауырып тұр, менің өзім пландарым бар еді, құрбыммен шығатын деген сияқты, оның бәрін сырып тастаймыз. Барып басқа адамның жағдайын жасаған кезде,
уақытымен оның барлығы стресс ретінде келеді да, соң бір күні не депрессия ретінде шығады, немесе басқа бір аурулар түрінде шығады. Көбіне бізде психосоматика деп айтамыз, түсініксіз бас ауру, онкология, одан кейін тамақ ауруы деген сияқты сондай басқаша түрмен шығуы мүмкін. Бірақ гармонияда өмір сүруге біз әрдайым талпыну керекпіз. Қайттан идеальный рецепт жоқ. Осыны түсіну керек. Кейде ол жылдар кетеді мен тапқанша. Өйткені мен жалғыз өзім емес қой. Мен айналамда адамдарым бар, күйеуім бар, жаңа бала шағам, жұмыстағы әріптестерім. Оның бәрін сырт тастай алмаймын. Бірақ әрқайсысымен дұрыс қарым-қатынас құруды үйренуге бізге үлкен уақыт керек. Күшті айттыңыз. Бақытты әйел, бақытты отбасы деп отырсыз ғой. Иә, бақытты ана, бақытты бала деген сияқты. Жаңағы сұрағыма жауапты алған сияқтымын. Біріншіден айтып отырсыз, сіз өзіңіздің ішкі сезіміңізбен бөлісіңіз, не қалайтыныңызды жолдасыңызбен, ата-енеңізбен бөлісіңіз, иә? Егер сіз қонақ күтуге энергияңыз жетпейтін болса, иә, жақсы, келе берсін, келіңіздер деп өзіңізді одан арман шаршатпай, ертең шаршауыңыз депрессияға алып келуі мүмкін, иә? Егер қатты шаршау болатын болса, шаршатпай өзіңіздің жаңағы халіңізге қараңыз, әліңізге қараңыз, иә? Дұрыс. Одан кейін екіншісі, тағы да жақсы кеңес болды. Босанғаннан кейінгі депрессияға келмес үшін, егер бірінші рет ана болғандар болса, одан кейінгі сәбилерін жоспарлы түрде, яғни өзінің әліне қарап, бірінші баласын қарап көмектесетін адам бар ма, өзінің жаңағы денсаулығы жетіп тұр ма баласын толықтай қарауға, екі баланы қатар қарауға жағдай жетіп тұр ма, соны алдын ала жоспарлап алсын деп тұрсыз, иә? Жалпы осы тақырыпты осындай босанғаннан кейін депрессия деген тақырып көтерейін деп жатырмын деп инстаграмға жазған кезімде аналар маған жазды. Көп аналар өздерінің оқиғаларымен бөлісті. Соның ішінде көп босанғаннан кейінгі депрессияға тап болған аналар бірінші сәбиінен кейін, екінші сәби немесе балалардың арасы жақын болып қалған кезде жаңағы демалып үлгере алмай қалған болуы мүмкін. Содан кейін тап болған сияқты мен оқиғаларын оқып қарасам, сондай бір ой түйдім. Оған қалай қарайсыз? Иә, және жоқ деп те айтуға болады. Неге иә, неге жоқ? Иә, өйткені ол дұрыс. Ол бір жаңағы риск факторы деп айтамыз ғой, ол да бар. Жоқ, кейде егер мен қасымдағы адамдармен келісіп, қасымдағы адамдарым қолдаушы сезінетін болсам, өзімнің жаңа айналамды қауіпсіз сезінетін болсам, қауіпсіз дегенім ол мен айта алам, ойымды айта алам, сезімдерімді айта алам, талап ете алам. Енді кішкентай бала сияқты мен жатып жыламаймын ғой. Талап ету ол қайтадан мен сөйлесе алам, екі үлкен адам ретінде. Ешкімнен қорықпаймын, бірақ мен сыйлаймын. Ондай кезде депрессияға алып келеді деген шарт емес. Бұл жерде қайтадан айтатын нәрсеміз, мысалға жаңа босанғаннан кейінгі депрессиялардың көбісінде, давайте былай келсек, 2 аптаға дейін әйел адамдардың жаңағы көңіл күйі өзгеруі мүмкін, ол норма. Өзін түсініксіз сезінеді, балаға үйрене алмайды деген сияқты, алғашқы босану. Ал егер нақты депрессия туралы сөйлейтін болса, басын екеуміз айтып кеткендей, факторлар көп. Ол тек қана жаңа балалардың арасы жақын, сондықтан депрессия деп біз линейно ойламау керекпіз да, былай тікесінен. Ол жерде көп бала бар. Мына жақта мүмкін сыртқы қысым бар. Үйту керексің, бүйту керексің, андай келін болу керексің, андай шеше болу керексің деген сияқты өзіне жаңа атака жасайды. Мен дұрыс істемедім, мына жерде дұрыс емізбедім, ана жерде емізіп жатып, балам тастадым да қонақтарға жүгіріп кеттім деген сияқты. Одан кейін әрбір адамның өзінің тарихы бар. Оның шешесімен қарым-қатынасы қалай болды. Ол адамның балалық шағында қандай ол күтім алды. Соның бәрі әсер етеді. Сосын генетика дейміз. Жаңағы окситоцин, серотонин деген сияқты гендер бар, өзі соның синтезіне көмектесетін. Олар қаншалықты менде дамыған және жақсы жұмыс жасайды, что менің гормондарым дұрыс өзіме әсер беріп тұрады. Одан кейін міндетті түрде мен денеме де қарау керекпін. Жан мен тән деп айтатынымыз сол. Жаным да сау болу керек, тәнім де сау болу керек. Ал егер мен
жаңағы бауырым ауырады, бүйрегім ауырады, бір үлкен бір аурулар болады мысалға, иә, ондайларын әрине мен ойлаймын. Мигрень деген нәрселер болады. Ол да мені кішкене алып қояды, алшақтатады, баламен бірге болу. Онда мен қайттан балама көңіл бөлмедім, ана жерге үйтпедім, бүйтпедім. Ой көп та адамда. Сондықтан каждый раз әрдайым менің ойымша адам ойлану керек. Бірақ себеп болмайды деп түсіну керек та. Сол кезде ғана адам өзіне көмектесе алады. Ал егер мен тек қана ата енемді кінәлап, немесе бала санына жауып қоятын болсам, онда сұрақ шешілмейді. Онда мен көмекте мүмкін іздемеймін. Сұрамаймын да. Ал егер менің жалпы кім екеніме көп факторлар әсер етеді десе, мен тәрбием бар оның ішінде. Оның ішінде дін бар, оның ішінде традиция, салт дәстүрлер, мәдениет барлығы бар. Егер осының бәрін әсерін мен түсінетін болсам, онда мен барып көмек іздей аламын. Өйткені бізге оңай біреуді кінәлап қойсақ, рахаттанып жатамыз, мен емес деген сияқты. Мен тарапынан қандай қиындықтар бар. Мен неге мына жерде айта алмаймын, мен неге мына жерде барып дұрыс жаңағы тексерілмедім деген сияқты сұрақтар қою керек адам. Сол кезде ғана өзіне көмек ала алады және көмек сұрай алады. Алу мен сұрау ол да үлкен психологиялық процестер. Мен мықтымын, әйел мықты болу керек, мен көмек сұрамаймын. Мен бәрін өзім бітіру керекпін шаруаны. Деу қате. Қате. Қайын сіңлісі болсын, кім болсын үйде. Егер осы бір отбасында тұра ма, әрқайсының өзінің бір міндеттері болу керек. Сонда мен де уақытылы ұйықтай аламын. Ұйқы. Жаңағы біреуге 7 сағат керек, біреуге 8 сағат. Бізде айтып жатамыз ғой, минимум 7 сағат керек деп. Особенно орта жастағы буындағы адамдарға. Ол болмаса, бітті, менің қайттан гормондарым дұрыс жұмыс жасамайды, ұйқы безім, эндокринная система, оның барлығы нашарлауы мүмкін. Оның барлығы неге әсер етеді? Менің ойлау қабілетіме, мен миымның қалай жұмыс жасағанына. Ал ми одан кейін ол процестермен басқа ағзаларыма әсер етеді. Дұрыс функциялану сияқты процестерге әсер етеді. Ал мен тәнім ауырса, мен жаным ауырады. Жаным ауырса, тәнім ауырады. Сондықтан бұл жерде тек қана бір ғана жағына адам деген жүгінбеу керек. Жан жақты қарау керекпіз. Біз комплексна өте қиын, түсінуге қиын бір сондай жандармыз. Дәл қазір осындай послеродовая босанғаннан кейінгі депрессиядағы аналар болатын болса, олар бірінші орында өздерінің аналарынан қандай мейірім көрді, өздері жалпы не оқып түйді, одан кейін жаңағы жалпы қоршаған үйіндегі отбасындағы қатынастарын, одан бөлек өзінің ұйқысы дұрыс па, дұрыс емес па, тамағы дұрыс па, соны дұрыс қарау, емес па, тамағы дұрыс па, дұрыс емес па, оны қарау керек. Одан кейін физикалық жаңағы дұрыс серуендей ма, миына оттек дұрыс барып жатыр ма, оны қадағалау, одан кейін тағы нені қадағалау керек? Гормондарымыз. Гормондарын міндетті түрде босанғаннан кейін анализ тапсырып, гормондарын бақылауда ұстау, жеткілікті, егер дәрумендер жеткіліксіз болса, оны толықтыру, тағы қалай өздеріне көмектесе алады? Тағы қалай? Өздеріне ұнайтын бір жұмыспен айналысу. Ол міндетті түрде ақша алып келмеу керек. Бірақ өзіне ұнайтын. Мүмкін ол тігуді ұнататын шығар. Онда бір уақыт соған бөлу керек. Баласы бар ма, жоқ ол әлі 2 қабат па, ол мәселе ода емес. Мүмкін біреуге тамақ жасаған ұнайды, торттар пісірген ұнайды. Сондай өзіне ұнайтын. Біреу талап ететін нәрсе емес, өзіне ұнайтын нәрсеге көңіл бөлу керек. Кейбіреулерде кітап оқу, кейбіреулер хобби деп айтамыз ғой. Осы хоббиларын табу керек. Міндетті түрде хобби ертең ақша алып келсін деп ойламау керек. Сол кезде мен іштей бос, іштей бір бостандығым болады, іштей бір өзіме сенімді болам. Дұрыс айтасыз. Ал жалпы егер мен айтатын болсам, онда менің ойымша әрбір адам үйленбей тұрып, екеуі осылай бір психологиялық консультациядан өтсе, бір-біріне сәйкес келе ма, келмей ма,
Өйткені жаңа үйлену оңай, үй болу қиын дейміз. Сондықтан егер олар өздерінің психологиялық сәйкестігін бақыласа, олардың ойлары сәйкес па, олардың сексуалды өмірі сәйкес келе ма келмей ма, бір-біріне не күтеді, бір-біріне не күтпейді, бір-біріне не талап етеді, осындай сұрақтарға жауап ала алатын болса, онда ондай отбасылар үйленгеннен кейін бір-бірімен сөйлесе алады деген сөз. Сонда мен қиын жағдай болып жатса, ішімде күйзелісім болса, менің жолдасым не әйелім көңіл бөледі, немесе мен айта аламын деген сөз. Осы ең түйетін бір ой. Мен айта аламын ба, айта алмаймын ба? Көбіне біз іштей, әйелдер әсіресе іштей күйіп пісіп жатамыз. Сондықтан сөйлесу, айту. Одан кейін жаңағы аяғы ауыр болған әйелдер тоже консультацияға барса болады. Мен бір қорқыныштарым бар. Қанша неткенмен де бізде қорқыныштар болады. Мен балам сау туыла ма? Мен жақсы ана бола алам ба? Ертең қалай болады екен? Кім көмектеседі? Ойлар болады. Білмеймін, сіз мысалға өзіңізде сондай ойлар болды ма, болмады ма? Бірақ көбіне болатын ойлар. Сонда осыған жауап іздейтін, көмектесетін, осы бір қобалжу, уайымдарды кішкене болса да бірақ баса алатын психологтарға жүгінсе болады. Ол міндетті түрде жылдар бойы бар деген сөз емес. Біреулер, мысалға психоанализде бізде жылдар бойы келетін адамдар бар. 8 жыл, кейбіреулері 7 жыл, 5 жыл деген сияқты апта сайын бірнеше рет дегендей. Кейбіреулеріне қысқа терапия жеткілікті. Кейбіреулеріне бір кездесу жеткілікті. Ары қарата өзі алып кетеді. Сондықтан қайттан салыстырмау керек. Маған мысалға былай келеді. Сіз мен құрбыма көмектестіңіз, результаттары керемет, маған да солай көмектесіңізші. Жоқ, мен давайте сізді көрейік, зерттейік, қандай адамсыз, сізге не көмектеседі, мен білмеймін еткені. Сол сияқты, қайттан салыстырмау. Егер осындай болса, сол терапияның ішінде адам, ол жерге міндетті түрде ауырған кезде, біз жаңа өлдім, күйдім, біттім деген кезде барамыз ғой, даже кез келген поликлиникамызға да ең соңғы уақытта жетеміз. Біз уақытылы скринингтен өтпейміз, уақытылы көп нәрсені жасамаймыз. Ол тек қана бір адам емес, көп адам солай өмір сүреді. Әйел болсын, еркегі болсын. Сондықтан қорықпау керек. Терапияға барудан, өзін зерттеуден, өзін түсінуден. Егер мен түсіне алсам өзімді, көп сұрақтарға жауап алады. Ол не деген сөз? Мен депрессиядан шыға аламын деген сөз. Өйткені депрессия, жалпы депрессия, жаңа босанғаннан кейінгі депрессия бір жылдан асуы мүмкін. Егер уақытылы көмек іздемесе, уақытылы түсінбесе, олар жылдар бойы. Онда мен балама да әсер етеді. Баламен қарым-қатынасқа әсер етеді, жолдасыма әсер етеді. Мен өйткені қуана алмаймын бар нәрсеге. Депрессия сонысымен қиын. Маған ұнайтын нәрселер ұнамай қалады. Мен көңіл көтеретін нәрселерім көңіл көтермейді. Керісінше мен жаңағы түсініксіз бір уайымға түсіп, сол жақта жата бергім келеді деген сияқты ойлар келеді. Қайтадан идеалды бір мен позитивті болып кетем деп адам іздемеу керек та, осы ойдан айырылу керек сияқты көп сөйтіп келеді. Мен қазір психологқа барсам, коучқа барсам, жаңа КПТ терапиясына барсам, бітті, мен қазір ақша табам, керемет болам, жолдасымен өтем. Олай жұмыс істемейді өмір. Мен тек қана жалғыз өзім болсам, мүмкін ол болатын да шығар. Ешкім кедергі емес деген сияқты. Бірақ мен айналамда мыңдаған адам бар, өзінің сұрақтарымен, өзінің қиыншылықтарымен деген сияқты. Оның әрқайсысымен жұмыс жасау керек. Мысалы, оның бәрі бармайды ғой терапияға. Сондықтан әйел адам өзіне көп жүк алмау керек. Ал егер мен ішім өзім түсінетін болсам, мен түсінем. Мынаны мен ала алам, мына жерді мен жасай алмаймын. Кейде болады, жоқ деп айта алмайтын әйелдер, адамдар, соларға өте қиын. Немесе перфекционист. Мен ғой. Қиын. Бәрін тиянақты бітпегенше, совершенству нет предела дейміз. Бітпегенше тыпыршып, бәрін жанына алып тастаймыз ғой. Сондықтан осындай нәрселерді мен түсіне аламын терапияда. Осындай нәрселермен мен жұмыс жасай аламын. Сонда мен бір жерде баяулаймын керісінше, бұл маңызды емес қой.
ең маңыздысы мен өзім екен, және одан кейін мен артымдағы маған тәуелді адамдар. Ол мен бала шағам ең бірінші. Мен жолдасым да емес. Мен бала шағам маған тәуелді. Жолдасым өйткені ол ересек адам. Өзінің сұрақтарымен, өзінің қиыншылықтарымен, өзінің бір түсініктерімен деген сияқты. Ол мен міндетім емес. Енді міндетім емес деп сырып қоймаймыз, әрине. Түсінуге тырысамыз, сыйлауға тырысамыз. Осының барлығы гармония. Бір баланс ұстау өте қиын. Бізге оңай. Бір шектен екінші шекке шығу. Не бәрі жаман дейміз, не бәрі жақсы дейміз. Сондықтан мен ойымша қазір әрбір көрермен отырған шығар, сонда нақты жауап қандай деп. Нақты жауап әркім өзіне табу керек. Егер мен осындай ойға ашық болсам, мен ойымша көп адамның бір сұрақтарына жауапты тауып қалады. Кейде специалистке де бару қажетті емес. Бәрі келмейді ғой бізге. Сосын депрессия мысалға, ол жалпы біз бір қалалық ауру деп есептеледі қосымша. Енді ауылды жерде жоқ деген нәрсе емес, бірақ көбіне депрессия да болатын адамдар қалада өмір сүреді екен. Ол зерттеулерге жаңағы сүйенетін болсақ. Мен де байқадым. Өйткені бізде мына жақта қалада тұрғаннан кейін бізде көп андай ішкі сұрақтар, философиялық бір сұрақтар туындайды. Мен кіммін, не істеп жүрмін, қайда барам? Ауылды жерде кейде бәрі нақты, түсінікті. Сен өсесің, әкең мұрасын аласың, сен өсесің, күйеуге жібереміз, сол жақта үлкен отбасын құрасың деген сияқты. Бірақ ол енді депрессия жоқ деген нәрсе емес. Ол жерде де жеткілікті. Бірақ басқаша өтеді. Сосын жаңағы босанғаннан кейінгі депрессияның бір қиыншылығы уақытылы көмек іздемеу. Бәрібір. Өйткені бізде енді стигма бар, стереотип бар, психологқа бару, жындысың ба, психсың ба деген сияқты сұрақтар. Не бопты, бізде ондай болған жоқ, саған не жоқ, не жетпейді. Сонда қасындағы адамдар қолдамайды. Ұятты нәрсе қылып бүйтіп әдемілеп көрсетіп береді. Ол не деген сөз? Ол әйел адам ертең көмек іздемейді, ішінде болып жатқан күйзелісін айтпайды. Мүмкін психиатрға барғанның өзінде де біреу сүйреп алып барса да, ол жасыруы мүмкін. Неге? Ол екінші бір қорқыныш. Мені учетқа алады, сосын мен жұмысқа ешкім алмайды, мен сол жындыханаға жатқызып қояды, шынайы болсам. Шын мәнде ондай емес. Психиатрия олай жұмыс жасамайды. Келдің, жатқызып тастадың. Егер острый жаңағы адам қай жақта екенін түсінбейтін, шынайы өмірмен қарым-қатынасын жоғалтқан, галлюцинация, слуховой, визуальный дейміз, көзіне елестейді, құлағына естіледі. Ондай кезде бірден жатқызуы мүмкін. Өйткені ол острое состояние деп айтылады, ол жерге ем керек. Жаңа стационар түрде ем керек. Ал көбіне психиатрларда, оларда адам, оларда бүйтіп бәрін жатқызып қойып шарт емес. Олардың жаңағы несі де емес, мақсаты емес. Орында жетпейді ол жерде, шынайы айтатын болсақ, егер барған адамдар болса. Сондықтан барған дұрыс. Өйткені егер мысалға тяжелая степень депрессии болса, послеродовая депрессия, тяжелая степень болса, онда дәрі-дәрмек қосу керек болады. Көбісі ойлайды, мен емізіп отырмын, сондықтан маған ішуге болмайды деп қайтадан. Ол жерде әр адаммен сөйлескеннен кейін, оның депрессиясының қандай тереңдігі бар екен түсінгеннен кейін, қандай түрі екен білгеннен кейін, сұрайды ғой, балаң бар ма, емізесің, жоқ деген сияқты анамнез жиналады. Барлығы қашан тамақ ішесің, нешеде тұрасың, жатасың деген сияқты сұрақтарға. Сосын барып қарайды, қандай дәрі береміз деген сияқты. Серотонинді кішкене жыбырлататын дәрілер береді, окситоцин барлық гормонды, кішкене мидың процестерін реттеуге көмектесетін дәрілер. Енді зерттеулерге сүйенетін болса, қайттан антидепрессанттардың көбісі әсер етпейді дейді. Бірақ әрине олар зерттеу аз болғандықтан, олар пока жаңағы жүктілік, емізулі әйелдерге противопоказание деп жазып қояды. Ал егер былай қарайтын болсақ, онда психиатрлар олар таңдайды. Олар да былай бере салмайды ғой, үлкен дозалармен, жоқ, қарайды.
кейде болады жай ғана витамин D жазып беру мүмкін, магний, B6 деген сияқты, тағы не, міндетті түрде олар анализдер тапсырғызады, жаңа дәрумендерін тексереді, Д, ферритин бар ма жоқ па, менде Д витаминім 0-ге таяу болып қалса, ферритинім төмен болса, әрине мен күшім жоқ, өмір шаршап жүремін. Сондықтан ең алдымен мен тәніме міндетті түрде көңіл бөлу керек, қорықпау керек, психологқа барудан қорықпау керек. Психиатрға, егер психологқа бірінші мысалға барып, одан кейін ол кісі менің ойымша сізге бір психиатрға көрініп келу керек десе, қорықпау керек. Учетқа оңайлықпен алмайды, жаңағы психиатрлық клиникаға оңайлықпен жатқызбайды. Оған олардың өздерінің де бір определенный стандарттары бар. Мына адамды аламыз, мына адамды алмаймыз деген сияқты. Қорықпау керек. Бізде енді қоғам енді мен есімде институтқа түскен кезде психологияға, ой, немене пәлеге түсіп атсыңдар деген сияқты әңгімелер болатын. Ол кезде мүлдем қиын болатын. Санаулы, жаңағы престижді емес мамандық, солай болатын. Ал қазір мысалға, мен 2007-де бітірсем, мінекей, неше жылда басқа өзгерістер. Мен ойлаймын, бұл енді психологиялық бір жақсы ағым болып келе жатыр. Ең бастысы өзінің жақсы маманын табу. Мен білем, ол 2 айлық курсты бітіріп, өзін мына жерде психологпын деп отырған адамдарға мен ойымша сену қиын. Дипломы болу керек, практикасы болу керек, ол супервизиясы бар ма, ол адамның, ол өзі жеке терапиядан өтті ма, өтпеді ма, ол өзін түсіне ма, түсінбей ма, әлде өзінің жаңағы қиыншылықтарын басқа адамдар арқылы проблемасын шешкісі келе ма. Сондықтан жаңағы психологтармен жұмыс істеген кезде өте мұқият таңдау керек. Қазір көп, біз енді инфо-цыганы деп сөйтіп айтып жатамыз, біреуін нетеміз. Сосын бағыттар көп психологияда. Оны адам таңдау керек. Мен мысалы психоанализ бағытында жұмыс істеймін. Психодинамическая психотерапия деп айтылады. Осы бағыттарда істеймін. Ал біреу когнитивно-бихевиоральная терапия, поведенческая, КПТ дейді қазір. Біреу жаңа mindfulness, түрі бар. Адам өзіне таңдау керек. Маған мүмкін психоанализ ұнайды. Осы мамандықта қалдым, осы салада қалдым, бірақ біреуге ұнамайды. Ол гештальтқа барды, ол транзактный анализға барды, ол тағы бір жерге барды. Қорықпау керек. Мүмкін кейде болады, транзактный анализға барады, сосын бізге келеді. Маған психоанализ бағыты больше ұнайды деген сияқты. Іздеуден қорықпау керек. Ол жар іздеген сияқты, сондай ғой бұл. Психолог, психотерапевт деген кезде босанғаннан кейінгі аналар қандай талаптар қою керек сонда? Психоанализ бағытындағы психотерапевт деген жөн ба, әлде қалай? Енді мен қазір психоанализ бағытындағы маманмын, сондықтан өзімнің әрине мен қалай түсінемін жан дүниені. Мен осы бағытқа шақырам. Өйткені психоанализ көп қазіргі дамып жатқан салалардың алғашқы бастамасының бірі. Мысалы, жалпы психология болды, одан кейін психиатрия болды, одан кейін бар психоанализ дамады. Қалған бағыттардың бәрі осы психоанализдан алған дүниелер. Бірақ қайтадан тек қана бағытты іздеу емес, мен өзіме жақын маманды іздеу керекпін. Мысалға кейбір адамдар келеді, маған психолог айтты, сенде жаңа депрессия деп. Психологтар диагноз қоймайды. Егер мен нақты диагноз қойғым келсе, мен оны психиатрға немесе клиникалық психологқа жіберемін. Ал егер мен тек қана психолог болсам, мен диагноз қоя алмаймын. Менде заң жүзінде оған нем жоқ, құқым жоқ. Одан кейін былай болады, кейбір психологтар не істеу керегін айтады. Сен бар, енеңе ананы айт, күйеуіңе бүйтіп айт. Жоқ. Онда ертең оның отбасы не болады? Быт-шыт ажырасады. Быт-шыт анамен сөйлеспей қояды, бір-бірінен бет тартады. Жоқ. Жақсы маман адамды бірге ізденуге көмектеседі. Ол айтпайды, сен өміріңді былай сүр деп. Біздің мақсатымыз адам өз-өзін түсінсе, одан кейін өзі шешеді, не істеу керек екенін, мен емес. Өйткені ол менің өмірім емес. Бірақ адамға жол ашып, өзінің мен не болып жатқанын түсіну, ода көмек болады. Мысалға, жаңағы босанғаннан кейінгі депрессия, егер тек қана психологиялық несіне тоқтайтын болсақ, ол не босану?
ана болу, әсіресе бірінші рет болсын, екінші рет, ол мен әрдайым жаңа физиологиялық өзгерістерден бөлек мен ішкі жан күйзелісімнің өзгерістері. Осыны зерттейміз. Мен жақсы ана емеспін, мен оны 4 еміздім деп келеді. Ну и что? Жақсы ана болу ол емізуде емес. Ана эксперимент бар ғой, кішкентай бала маймылды алып келіп көріп пе едіңіз? Мына жерге темірден жасалған маймыл қояды да, бірақ оған сүт береді. Соскасы болады сүтпен. Екінші жаққа жұмсақ матамен әдемілеп нетіп қойған, бірақ ол маймылдың манекенінде сүт жоқ. Кішкентай маймыл қандай маймылға барды деп ойлайсыз? Сүт беретін? Вот, ол қате. Ол жұмсаққа барды. Өйткені дене, бізге ана болу ол тек қана сүт беру емес. Ол балаған көзіне қарау, баланы жақсы көру, сүйсіну. Қарны ашқан кезде барып емке бала ма? Иә. Вот примерно сондай болды. Ана жерден емеді, бірақ келіп мына жерге бет жатады. Сондықтан бутылкамен мен емізсем де баламды аяққа тұрып көп ондай. Мысалға соғыс кезінде қанша нәрестелер анасыз қалды. Оның барлығы өсті ғой. Егер мен жақсы күтім бере алсам, мен балама қарап отырып сүйсінсем, бала соны сезеді. Интуиция. Өйткені біз бәрібір жануардың цепочкасындамыз ғой. Сол сатылардың просто жоғар жағында тұрмыз, енді санамыз бар деп ойлаймыз енді. Бірақ сол балаға күтім керек. Ал егер мен оны емізіп отырып, жек көріп отырсам, депрессияның қиыншылықтары сол, жек көріп отырсам, лақтырып жібергім келіп отырса, вот осындай кезде көмекке жүгіну керек. Өйткені бала өзін ертең солай сезінеді. Мен шешемнің көзінен не көрдім? Жек көруді ғана көрдім. Мына екінші бала емген жоқ, бірақ мен мамам мені сипады, басынан үйкеледі, білмеймін, иіскеді, мейірім бәрін төкті. Болды, балаға одан артық. Сондықтан біз айтамыз, баланы мысалға тамақтандырып отырған кезде бәрібір табиғи түрде ме, жоқ бутылка арқылы ма, бірақ баланың денесін сипау керек. Бөлмені жабу керек. Ешкім кедергі болмау керек. Өйткені анаға да қажет ол уақыт. Баласымен байланыс құру. Сол кезде егер ана баласымен байланыс құра алса, баласы тыныш болады, анасы өйткені тыныш, мен баламен контакт бар. Енді ол маған сенеді, мен оған сенем. Екеуінде баланс бар. Сондықтан есік жабу керек. Жатқың келе ма? 30 минут жату керек. Білмеймін, енді барлығы үйтіп жасай алады деп ойлай алмаймын. Бірақ сондай жақтарын ойластыру керек. Бір уақыт болса да, бірақ баламен жалғыз қалу. Мысалға, мен ойымша қазақтың салт дәстүрі 40-нан шығару. Керемет нәрсе. 40 күн бойы адам келмеу керек. Өйткені қонақ келмеу керек. Бізде керісінше бітті. Шақырып аламыз, келіндер, итіндер. Шығып жатыр деп шақырады ғой. 40 күн 1,5 ай. Психологияда бірінші жарты жылдық, бірақ одан маңызды бірінші 3 ай баламен ананың байланысына көмектесу. Сонда мына жерде 40 күн болса, ол сүйегі жаңағы қайттан денесі бәрі қалпына келеді. Бірақ ең бірінші ана баласымен қарым-қатынас құрады. Сондықтан қонақ керек емес. Ол не істейді қонақ келсе? Баласын тастайды да полын жуады. Өйткені шторы кір болып кетті, ана жерде кір болып қапты, тамақ істеу керек. Жоқ. Әйел адам демалу керек. 40 күннің менің ойымша 40-нан шығару, 40 күн жаңағы баланы көрсетпеу, ол осыдан пайда болған. Әдемі салт. Бірақ біз оны қаншалықты қолдана аламыз? Дұрыс. Қаншалықты қолдана алмаймыз. Мәселе сода. Осы дәстүр, салт дәстүр демекші, тарихты оқи келе өткенде Инстаграмнан байқап қалдым. Ғабит Мүсірепов па, біздің бір дана тұлғамыз, емізулі баласы бар үйге қонаққа бармайды екен. Себебі ананың көңілі бөлініп кетеді деп. Тамаша. Егер әр келетін қонақ осылай ойласа, келеміз, үлгіреміз. Өздермен өздерің,
өз аяқ жаңа қолын жинап алғанша әйел адам, балаға да стресс қой. Мына жақта жатады іште рахаттанып, тамақ түсіп жатады, ал мына жерде өз демалу керек, өз тамақ сору керек деген сияқты. Оған да қиын, анаға да қиын. Сондықтан мен ойымша, мен мысалы өз жеке басым, мен де шақырса барам, бірақ 1045 рет сұрауым мүмкін. Шынымен ба, состояние жоқ болса үлгереміз, балаңмен бол. Егер әр отбасы осындай бір нелер берсе, жағдай жасса, мен ойымша көп әйел адамдар депрессияның алғашқы сатыларынан, бэйби блюз дегеніміз, ол хандыра болды. Просто мен үйренгенше, мен түсінгенше балаған қалай емізу керек, өйткені жаңа омырауда ауырады ғой, ас жақта ауырады, іште ауырады, түгел жеріміз. Еще мына жақта біреулер келіп маған әңгіме айтады деген сияқты. Жоқ, әйел адам өзімен өзі болу керек. Сондықтан осындай нәрсеге қарау керек. Депрессияның ары қарата қосымша, мысалға біз бана 3 бөлігін айттық қой, оған қосымша мысалға жылауық болуы, одан кейін әр кездегі шынайы емес бір ойлардың келуі. Мен дұрыс емеспін, мен балам дұрыс емес, мен істегенім жаңағы не дейді, мен кінәлімін, осындай нәрселер. Одан кейін кейбіреулерде одан басқа қандай ойлар болады. Өз-өзін өлтіргісі келеді, кейде баласын лақтырып жібергісі келеді. Бұндай ойлар бар болса, міндетті түрде бөлісу керек. Егер бөлісу, ол бірінші шаг, бірінші қадам жазылуға, түсінуге. Ал мысалға қайттан 2 аптадан көп болу керек. Жоқ дегенде 2 аптадан асып жатса, онда міндетті түрде көмекке бару керек. Ал хандра бастапқы 1-2 апта, өйткені ауырады, өйткені баламен бірге болу, ол нормально, қалыпты құбылыс. Одан аса уайымдау қажет емес. Біраз уақыттан кейін оның бәрі басылады. Басылса жақсы, басылмаса қиын. Потому что уже 1 жылдан асты, 2 айдан асты депрессия, емделген жоқ. Кейбіреулері өзімен өзі әйтеуір бүйтіп реттеліп кетеді, қасындағы адамдар арқылы, жағдай арқылы. Кейбіреулерде жоқ. Мысалға әсіресе ең үлкен рисктардың астында кім тұрады? Қиын отбасыдан шыққан адамдар, психикалық ауытқуы бар, психикалық қиыншылықтары бар отбасыдан шыққан әйелдер көбіне сол риск несіне түсіп отырады. Мұқият болу керек. Жалпы депрессияға көбінесе қандай әйелдер жақын болады? Перфекционист, немесе жаңағы сен жақсы ана бол деп жан-жақтарынан қысым жасайтын, немесе біздің кезімізде ондай депрессия деген нәрсе жоқ еді, сендер қайдан шығарып алдыңдар деген сияқты. Мен ойымша, жаңағы бұл да біздің кезімізде педофилия жоқ деген сияқты ғой. Депрессияны біз көбіне әлсіздік ретінде қабылдаймыз да. Маған әлсіз болу болмайды. Әйел адам бізде мықты, батырлар, жаңағы ханшайымдар, бір отбасының не дейді, қара шаңырақтың тірегі, оты көп та. Мен қазір өзімді депрессиядамын, мен мына жерде не справляюсь десем, бітті. Мен жаманмын ғой. Мен жаманмын. Болмайды. Сондықтан көбіне біз қосымша қазақ халқына тән нәрсе сияқты қазіргі замандағы адамдарға өзінің несін, сезімдерін жоққа шығару. Жастарды айтпаймын. Мүмкін бізді, сіздің, менің бір орта буын, бізден алдыңғы поколенияда сондай. Қандай? Көбіне есептеледі әлеуметтік жағдай нашар. Осындай отбасыдан шыққан, немесе осындай отбасыға келген, өзі сондай отбасы болса, онда әйел адамның жаңағы депрессияға шалдығуы жоғарылайды. Міндетті түрде деген нәрсе емес, риск, күшейеді деген сөз. Одан кейін психикалық бір анамызда бар отбасылар, мүмкін оның анасында депрессия болған шығар, кезінде уақытылы емделмеген, мүмкін оның әке-шешесі, мүмкін ата-әжелерінде бар.
оның барлығы беріледі. Ондай әйел адамдарда риск үлкен болады. Сосын тек қана депрессия емес, енді басқа да психикалық ауытқулар бар болса, мысалға мамасы мүмкін шизофрениямен ауырды, маниакально-депрессивное расстройство дейміз, қазір биполярное деп айтылады. Одан кейін тағы не? Сонда депрессия тұқым қуалауы мүмкін деп тұрсыз ғой, иә? Біз береміз ғой. Мен мысалы депрессивный болсам, мен балама солай қарадым. Балам да примерно сондай болуы мүмкін. Бір андай бүйтіп тұқымдарын салып қоямыз да. Бірақ ол өсе ме, өспей ме? Ол уже адамның болашағына байланысты болады. Қоршаған ортасына, қандай қалыпта өмір сүреді. Қабылдап отырған адамның түсінігіне, иә. Мынандай сұрақтар қойсам бола ма? Мысалға мен алайық, иә. Менде босанғаннан кейін депрессия негізі жақсы болды. Біраз болды. Мен одан қалай шықтым? Билеу, жаңағы уақытында дұрыс энергиямды көтеру үшін, былайша айтқан кезде. Билеу, одан кейін жолдасымның көмегі, жалпы жақындарының көмегі қаншалықты көмектеседі? Қаншалықты көмектеседі психологиялық түрде? Жақын. Ол менің ойымша ең бірінші бір көмектің біреуі. Менің айналамдағы адамдарым қолдаушы болса, өте көп. Өйткені мен өзіме рұқсат бере аламын. Ұйықтауға, тамақ істемеуге, үйім шашылып жатқанға, қонақ күтпеуге арасында. Мен кішкене өзім босатам. Егер менің айналамдағы адамдар жаңағы сұраушы болса, қалай айтамыз? Требовательный. Талапшы болса, ананы істеді десе, әрине мен ондай отбасыда қайдағы бостандық? Тік тұру керекпін, жүгіру керекпін. Балам тастай сала, мен барып баланың маңдайынан да иіскеле алмаймын ғой, онда уақыт жоқ. Кейде депрессияның бір несі осы жақындарымыз не істейді? Әке, бұл менің балам. Жақындама. Тек қана бір функция ел орындайды. Еміс берсең болды. Ата әжесінің баласы, тәтесінің баласы деген сияқты. Ол да әкелуі мүмкін ба депрессия? Әрине. Сонда мен әйел ретінде, ана ретінде мен ешкім санап тұрған жоқ қой. Сыйлап та тұрған жоқ. Менен бір адам сұраған жоқ. Неге деген сияқты. Бірақ енді ол жерде әйелдің де қиыншылығы ғой, ол жоқ деп айта алмайды. Баласын тартып ала алмайды деген сияқты. Айтайықшы, осындай мысалға, осы ситуациядан қалай шығу керек, сіз маған айтып беріңізші. Ол әйел адам қалай айту керек? Депрессиядағы адамдардың негізі милары кішкене баяу жұмыс істеп қалады, ол жағынан хабарым бар да. Соған біз нақты былай айтып берсек, қадамдарын. Жаңағындай жағдайда аналар қалай өздерінің ойларын жеткізу керек? Баласын былай алып алған кезде ма? Бірінші, баланы ешқашан берем деп айтпау керек. Мен анамын, менің балам, мен білем. Сендердің орындарың әже болу, ата болу, әке болу, аға болу, болды. Әркімнің өз орнын, өз рөлін өз қолдарына беру. Жоқ деп айту білу керек жерінде. Екінші, егер болмай бара жатса, онда әйел адам ойлану керек. Қаншалықты мен бұл отбасында бірге, бір шаңырақтың астында тұра аламын. Мүмкін мен өз отбасымды онда алып, егер күйеуім қолдаушы болса, онда бөлек кету. Бірақ шаңырақтың астында бірге әрине өмір сүруге болады. Болды, бұдан басқа менің ойымша ешқандай қағида жоқ. Бірақ ол айтып қиын. Оны айтып үйрену үшін адам өзімен жұмыс жасау керек. Мүмкін курс тыңдайды, психологиялық, өзімен жұмыс жасайды, өзінің ішкі сенімділігін күшейтеді, өзінің мен дегенін күшейтеді. Өйткені әлсіз болып тұр сол жерлер. Сондықтан мен ұялам, өз ойымнан, өз табиғатынан, өзімнің бір армандарымнан, талаптарымнан, желание, тілектер дей ма, солардан ұялам. Депрессияға ең жиі алып келетін себептердің бірі шаршау, ұйқының қанбауы. Ұйқысы қанбай жүрген депрессиядағы аналарымыз жан-жағынан қалай көмек сұраса болады? Мысалға, құрбысына звондауға болады. Егер күйеуі жұмыста болса, әке-шешесі алыста болса, ата-енесі жоқ болса и так далее. Жалғыз өзі күнмен баламен отыр. Құрбысына келіп, өтініш, 2 сағат қарап берші, мен ұйықтап алайын. Ол бір. Одан кейін екінші, әйел адам не істейді? Бала ұйықтаған кезде барып тіршілігін жасайды.
ол дұрыс емес. Бала ұйықтағанда әйел адам ұйықтау керек. Сол кезде көп ұйқы қанады. Өйткені балада тыпыршиды, түнмен ұйықтамайды, кейбіреулер іші ауырады, тағы бір жері ауырады, іші қатып қалады деген сияқты, ембей қояды, грипп болады, әйел адам өзі ауырады. Сондықтан бала ұйықтағанда ешқандай тіршілік жасалмау керек, қирап қалса да. Сондықтан әйел адам өзіне осыны рұқсат беру керек. Бала ұйықтады ма, ұйықтау керек. Бала емемдеді ма, соның қасында 30 минут болса да емізіп, ары қарай ұйықтап қалды ма, ұйықтап кету керек. Кейде басқа да үлкендеу балалары болады ғой, осы жерде қиын. Сондықтан идеальный вариант дейміз ба, бір көмекші болу керек. Ақшалай ма, мысалға кейде не істейді, қай сіңілеріміз келуі мүмкін, өзінің туған бауырларым келіп қарасуы мүмкін, бірақ көмекті іздеу керек, одан ұялмау керек. Бала бақшаға баратын жасқа келді ма, жіберу керек. 3-тен асты ма, бала дайын ба, жіберу керек. Бізде қайтеді, жоқ, кейбір шешелер еш қайта жібермей 3 баласында қасында ұстап отырады. Оған да сұрақ, неге ұстап отырсың? Неден қорқасың? Осындай мәселелерді психологияға келген кезде олар шешеді. Курс болсын, ұзақ курс, кітаптар оқу керек, біреумен сөйлесу керек. Одан кейін сөйлескен кезде де оны қолдайтын адамдармен жиі сөйлесу керек. Мысалға тағы не? Депрессияға алып келетін тағы үлкен симптомдардың бірі, жаңағы ең алғаш ана болып жатқан кезде ол дұрыс істемедім, бір нәрсені қате істедім деп жаңа айтып өттіңіз ғой. Сол сезімнен, өзінің кінәлау сезімінен қалай алып тастау? Немесе мысалы бірінші баласы әлі кішкентай болып, екінші баласын дүниеге әкеліп қойса, бірінші балама дұрыс көңіл бөле алмай қалдым деген кінә сезімінен депрессияда болдым деген оқырманым бар да. Мысалы сол кісіге қандай кеңес айта аласыз? Ол кісіге балаларыңыз бар, сонымен өмір сүру керек. Өйткені мен өзімді кінәлай берсем, оны тоқтату керек. Ол андай жабысқақ ой ғой. Жабысқақ ойларды біз тек қана тоқтатумен көмек бере аламыз. Ой келді ма, тоқтату керек та, сосын ары қарата беретін көңілін баласына беру керек. Емізетін кезінде емізу керек. Екеуімен білмеймін, серуенге шыға ма, үшеуі жатып ұйықтай ма, сондай нәрселерді жасау керек. Сосын кінәлайтын адамдар, өз-өзін кінәлайтын адамдар, олар бір идеалға ұмтылатын адамдар көбіне. Бір образ бар, балалық шақтан мүмкін құйып келе жатқан, соған талпынады. Тоқтату керек. Ондай образ болмайды. Бірақ мен дәл қазір қандаймын? Тамағын бердім ба? Бердім. Жақсы көрем ба? Жақсы көрем. Одан артық не керек балаға? Басынан бүгін сипап, шынайы көңілмен искедім ба? Қарадым ба көзіне? Жаным деп айттым ба? Жетеді. Көбісі ойлайды, жаңа баламен қазір Инстаграм қиын нәрсе ше. Жауып тастау керек деп кейде ойлаймын. Ана блогерлар жүреді ғой, мен үйттім, бүйттім. Ол тек қана Инстаграм виртуальный өмір. Олардың артында не жатқан ешкім білмейді. Оларға сенуге болмайды. Еш жерде әдемі өмір болмайды. Өзінің қиыншылықтары бар. Сондықтан сосын кітап оқыған кезде де мұқият оқу керек. Балаға өйту керек. 3 сағат сайын білмеймін, шомылдыру керек күнде. Күшім жоқ па? Шомылдырмаймын. Ертең шомылады, ештемесі жоқ. Әрине енді жаңа памперсті неден ауыстырған кезде жуып тұру керек деген сияқты. Орысша айтқан кезде быть в контакте с реальностью. Шынайылықты қабылдау, иә. Жалпы мысалы, сол кінә сезімін алып тастау өте қиын жұмыс. Менде ондай нәрсе бар. Мысалы, қалың киіндіріп қойды, баласын байқамай, бөртпе шығып кетті үстіне. Баласы ауырып қалған үшін өзін кінәлайды. Енді мысалы бөртпе шығып кетті, оның үсті қышып, жара болды деген сияқты. Баласы ауырған үшін өзін кінәлайды. Бұл кінәні қалай алып тастаса болады? Ол кінәні ала алмайды. Мен бірінші ана болып жатырмын. Өзін жұбата білу керек. Бірақ ол кінә қайдан келеді? Біз мысалға баламыз ауырып қалды, педиатрға жүгіреміз. Ой, мамочки, что вы тут делаете? Запаковали своего ребенка, та-та-та. Ұрсып тастайды ғой. Қолдаудың орнына. Педиатрға келді ба? Ой, жаным, бірінші балаң ба? Деп кішкене қолдау көрсе,
ештеңесі жоқ, үйренесің, бәріміз осыдан өттік. Әрбір анаға бір қолдау керек, басқа ештеңке керек емес. Одан кейін күйеуің келеді, қайттан ауырды ма, кеше бір апта болды ғой жазылғанына, бір комментарий кетті ма, болды, соның өзі жеткілікті өзін кінәлауға. Өйткені ана болу оңай емес, мүлдем оңай емес, осыны түсіну керекпіз. Одан кейін ана болуды мен тек қана үйрене аламын баламен бірге, және ортамның қоршаған адамдарымен бірге. Егер мен енем отырса, үйтпедің, бүйтпедің, мен мүмкін ойлайтын баламды жеңіл киіндірем. Одан кейін бір апам келеді да айтады, басың істей ма? Осының өзі жеткілікті. Дұрыс қарамады, оның өзі жеткілікті. Кейде былай тікелей айтпайды, бірақ кухняда жолдастарым отырып, немесе басқа біреулер отырып, мен әңгімелесе, болды. Оның өзі жетеді кінәға. Сондықтан қайтадан адам кішкене өзіне шынайы болу керек. Мен не істедім өзімді кінәлайтындай? Өлтірдім ба, ұрдым ба, қинадым ба, әдейі істедім ба? Жоқ, все хорошо. Жақсы көрем ба? Иә. Менің ойымша ең басты әйел адам өзінің шынайы сезімдеріне сену керек. Мен жақсы көрем. Болды, осымен тоқтаймыз. Сосын ана болған кезде үйреткіштер көп болып кетеді ғой. Үйтіп дұрыстап емес, ананы дұрыс жатқызбадың, дұрыс құндақтамадың, тағы не дейді, дұрыс шомылдырмадың, тұзды 3 қасық қосу керек, сен 1 қасық қосып. Іші ауырып жатқан дұрыс, сен алма жеп қойдың. Білмеймін, мен шетелде мысалға жаңағы көрген босанған құрбыларым болды. Далада 40-нан шықпай емес, 2 аптадан кейін кездестік кафеде. Баласы памперстағаны, майкасы, өзі пиджак киіп алған, сегодня прохладно деп, мамасы бізбен бірге салатында жеп отыр. Мен бүйтіп қарадым да, думаю, болады екен ғой дедім. Балаңыз жесем, нет, витамин ғой балама дейді. Сонда көріңіз бе, біздің ойлау қабілетіміз қаншалықты менің денеме әсер етеді, және қаншалықты менің балама да әсер етеді. Егер мен соған сенетін болсам, бір құбылыстар бар, түсіндіре алмайтын бейсаналы түрде. Біз бүйтіп қарым-қатынас жасаймыз да. Біреулер айтады, интуиция дейді, біреулер энергетикамен сөйлесу дейді, неважно. Бірақ бір құбылыс бар, түсіндіре алмаймыз. Сол арқылы қарым-қатынас жасаймыз. Сонда біздің ойымыз не то что бүйтіп барып әсер етеді, ал менің іс-әрекетім арқылы әсер етеді. Дұрыс. Өз-өзін жайлы сезінетін ана, өз-өзін жайлы сезінетін балаға алып келеді дейсіз ғой. Мен все время не так держу, не так. Жалпы ауыр босану, кесірі тілігі, немесе жаңағы емізу жағынан қандай да бір мәселелер болып, ана депрессияға кірсе, оларға қандай кеңес айтасыз депрессиядан шығуына көмек ретінде? Осыдан алдын айтып шыққан барлығы ғой. Оның қайтадан түсіну, өзін-өз түсіну, өзіне уақыт бөлу, ұйықтау, дұрыс тамақтану. Ол мен шешеме барып жатқым келетін шығар, 4 күн деді. Бізде не дейді, 4 күнне кетіп қапты. Кстати, жақында білдім, мысалға ұйғырларда маған ұнады бір жағынан. Әйел адам босанған кезде 4 күнге әкеп тастайды екен. 40 күнге ма, жарты жылға ма, есімде жоқ енді нақтылай. Бірақ ол шешесінің алдында не еркелейді. Шешесі бәрібір жанашыр ғой, қызына қанша болса да. Өзін еркін сезінеді, өзінің үйі. Мам, мен ұйықтағым келіп тұр десе де, жақсы дейді, қасында болады. Менің ойымша өте тамаша нәрсе деп. Өйткені жас келіндер бізге қазір мысалға келін болып түседі, бәрі енді бір-бірін танып келе жатады, әлі сіңіскен жоқ, үйренген жоқ. 2 қабат болып, сол 1 жылдың ішінде бәрі бит болып кетеді да, балалы болады, ұялады, қысылады, қайнатасынан қысылады, енесінен қысылады, айта алмайды, жата алмайды. Көрдіңіз бе? Сондықтан осы жерде маңызды да. Оның бәрі напряжение. Кесарево тілігі, қиын босану, әрине бұның бәрі әсер етеді. Бірақ қайтадан күтім ең бірінші орында. Міндетті түрде. Онда кезекті кеңес босанғаннан кейін толып немесе арықтап кетуіне байланысты депрессияға түсетін аналарға? Ол симптомның бір түрі ғой, депрессияның. Өйткені
кім қалай стресспен күреседі. Біреу тамақ ішпей қойса, өзіне қарамай қойса, өйткені күйзелісі өз-өзін жеу. Кейбіреу керісінше күйзелісті тамақпен тойдырам деп ойлайды. Тревоганы басамын деп ойлайды. Сондықтан, депрессияға түскен адамдарда егер қайттан адамға тән емес қасиет толып кету, не арықтап кету, ол симптомдардың бірі. Әрине, екіқабат кезде адам салмақ жинайды. Бірақ, білмеймін, мысалы 20 килограмм, 25 килограмм жинасақ, оның жартысын мен роддомда тастап кетем, қалған жартысын үйге алып келем. Бірақ емізу процесінде табиғи мен өз салмағыма біраз уақыттан кейін келем. Егер келмесем, онда қайттан тексерілу керек. Егер мен ортам бәрі жақсы болып жатса, мен толық болсам, онда қайттан физиологиялық жағынан тексерем. О жағы бәрі дұрыс болса, онда что-то психологиялық тұрғыда мен ішімде мен түсінбей жатқан, мен қабылдай алмай жатқан, мен байқамай жатқан бір сезімдер бар. Ашу, ыза, өкпе, көбіне осы мені тастап кету қорқынышы, мені түсінбейді деген қорқыныш, тағы не болуы мүмкін, мені ұрсады деген бір қорқыныштар ішімде бар, бір үрейлер болуы мүмкін. Солармен мен жұмыс істей алмай жатырмын. Соны онда менің денем симптом ретінде маған көрсетеді, сигнал береді. Өйткені басында бір сезімдер болады, мен оны түсінбеймін. Одан кейін мен миым жұмыс істеу арқылы, процесстер арқылы, денем арқылы сигнал береді. Өзіңе қара деген сияқты. Сондықтан біз әр нәрсемізге қарап отыру керекпіз. Дисбаланс болады, норма. Бірақ оны мені 2-3 аптаның ішіне шығып келіп отыра алсам, түсіп кетем, бірақ шыға алсам, в принципе, адам өмір сүре береді. Жалпы сол депрессиядағы аналар қандай кітап оқыған дұрыс? Қандай да бір кітап кеңес бере аласыз ба? Ең жеңіл, мен ойымша оқылатын кітаптың бірі Эрик Берннің кітабы «Игры, которые играют люди, люди, которые играют в игры» деген кітабы бар. Білмеймін, мүмкін қазақшаға да аударылған сияқты деп естідім, бірақ қазір нақты сенімді емеспін. Жалпақ тілмен жазылған. Сосын Ирвин Яломның кітаптары бар. Тоже жеткілікті, бірақ психологиялық, кішкене ойландыратын кітаптар. Оқыса болады. Емнің нәтижелі екендігін, немесе жаңа кітаптан кейін қандай да бір өзіне жақсы нәтиже көре бастағанын қандай белгілері бар? Депрессиядағы адамдарға ма? Мен қайттан бір қуаныш сезе аламын. Ойларым азайды, қорқыныштарым азайды. Одан кейін бір нәрсе жасағым келеді. Ұйқының дұрысталуы бірінші сигналдардың бірі, это ұйқының. Сосын түс көру. Не мен көре аламын түсімді, немесе қорқынышты түстер азайды. Егер қорқынышты, беймазаң бір түстер көріп жатады ондай адамдар. Сол салмақтың мысалы дұрысталуы деген сияқты. Әркімдікі әртүрлі ғой қайтадан. Бірақ мынау жалпылай егер айтатын болсақ, осы мен өмірге деген бір қызығушылығым пайда болды. Балама деген бір қарым-қатынасым өзгерген сияқты. Баламды сезем, өзімді сезем. Өмірде бір құбылыстар болып жатқан, тамақтың дәмін сезем. Кейде депрессияда болған кезде адамдар сезбеуі мүмкін. Вкусовой рецепторлардың баяндауы процесс, өйткені ми баяу істейді. Бәрібір біздің жанымыз енді мидың процестеріне байланысты. Депрессиядағы әйелдер неге өздерінің депрессияда екенін жасырады? Ол қорқыныш па әлде ұялу ма? Мен ойымша барлығы бар. Оған қосымша түсінбеу, оған қосымша өз-өзін зерттемеу, кішкене жан-жағына қарамау. Одан кейін басқалардың айтқаны, егер көріп тұрған адам келіп, сен жаным-ау бірдеме болып тұр, бар бір көмек іздейік деген кезде тоже қабылдамауы. Өйткені бір ішкі не бар? Қорғаныс бар. Менің жан дүниеме кіруге болмайды деген сияқты. Психикалық бір қорғаныс механизмі. Депрессиядағы жақынымызға ренжітіп алмай қалай көмектесуге болады? Енді толыққанды көмектесу мүмкін емес шығар, егер адам қабылдамаса, соны түсіну керек. Одан кейін ақырындап. Жаным, күнім, көріп тұрмын, байқадым, не болып жатыр, мен не істесем болады.
Одан кейін егер дәл сол уақытта қабылдамаса, кішкене шегеру артқа, баспау. Әй, сен көріп тұрмын деген сияқты. Міндетті түрде жылы сөйлеу. Өйткені депрессия жалпы ол гендер таңдамайды, мысалы. Әйел адамда да, ер адамда да ол болатын құбылыстар. Өйткені өз-өзін жоғалтады. Мен кіммін деген сұрақтар көп болып кетеді. Идентичность жоғалады. Өзінің бір бейсаналы түрде конфликттердің бәрі көтеріледі ғой. Сондықтан әрбір сөзіміз инеде тиюі мүмкін. Мысалға, былай айтса болады. Мен бір оймен бөлісейінші, бірақ ол сені ренжітем деген оймен айтпаймын. Егер ренжіген жерің бар болса, міндетті түрде маған айт. Сол жерден тоқтайым деген сияқты. Одан кейін оймен бөліссе болады. Одан кейін айтса болады, бірге барайық. Кейде болады, мысалға, әйелмен жолдасы екеуінің қарым-қатынасы өзгереді бала пайда болғаннан кейін. Кейде ер адамдар қызғана бастайды, балаға көп көңіл бөлдің. Неге? Өйткені әйел адамның либидосы, сексуалды энергиясы төмендейді. Өйткені оған қазір сүт керек. Әйел адамның жаңағы табиғи денесінің барлығы тек қана балаға жұмыс жасайды дәл қазір. Оған басқа адам керек емес. Кейде ер адамдар түсінбейді соны. Маған көңіл бөлмен деп ренжиді. Әрине, әйел адамға ол да қиын түседі. Сондықтан кейде отбасылық терапияға барса болады. Парная терапия дейді. Мүмкін 1-2 сессия, соның өзі жетеді. Екеуі бір-бірін кешіреді, түсінеді, не күтетіндерін айта алады. Кейде сондықтан үшінші бір адам керек. Жаңағы нейтрально, танымайтын, білмейтін, сізді де жақсы көрмейді, күйеуін де жақсы көрмейді, танымайды. Ондай адамға жаңағы проблеманың неде жатқанын көру оңай болады. Ал егер мен өзім күйзелісте болсам, оны көру қиын. Сондықтан бір үшінші адамның болғаны өте маңызды. Қайтадан рецепт жоқ. Бүгін мүмкін көрермендер күтетін шығар, былай деп. Бірақ ең бастысы адам өзіне сену керек, өзін кінәламау керек, және өзін жалғыз екеніне сенбеу керек. Міндетті түрде бір адам болса да, ақша төлеп психологқа барсаңыз да, бірақ сізді жаныңызды түсінетін адам болады. Қолдайтын адам табылады. Осыған сенімді болу керек сияқты әйел адамдар. Сосын көп міндетті мойнына алмау керек. Ұят сезімі, кінә сезімі өте көп. Бізде уже феномен болып кетті ол нәрселер. Аналар психикалық аппаратын, жалпы психологиялық сау күйін қалай сақтап қалса болады? Қандай дағдылар, қандай әдеттер аналарға жақсы көңіл күйде жүруіне көмектеседі? Іздеу. Маған не көмектеседі деген сұрақ. Жаңа басында айтып кеттік қой, біреуге медитация, кейбіреулер 30 минуттық медитация қояды, кейбіреу билейді, сіз өзіңіз айтып кеттіңіз, биледіңіз, анда шықтыңыз, кейбіреуге құрбымен кафеге бару, кейбіреуге серуенге шығып келу, жалғыз өз балаларын тастап кетті, 30 минут болса да бір айналып келейінші, соның өзі жеткілікті. Осындай кішкентай дүниелерді әйел адам табылса, онда жалпы стресске шыдамды болады деген сөз. Стресстен шыға алады деген сөз. Ол стресске түспейді деген нәрсе емес. Депрессия болмайды деген нәрсе емес. Ол адам фрустрация, қиыншылықтан төтеп беріп өте алады деген сөз. Осыны түсіну керек та қағида. Сосын тамақтану міндетті түрде. Жан тәніме мен міндетті түрде қарау керекпін. Дәрумендерімді уақытылы қарап тұру керек. Мысалға, кейде келеді адамдар, шаршадым, депрессия сияқты көрінеді. Бірақ ананы талдаймыз, мынаны талдаймыз. Сосын мен сұрау мүмкін. Соңғы рет анализіңізді қашан тапсырып едіңіз? Ой, білмеймін, 2 жыл өтіп кеткен шығар дейді. Сол кезде не болып еді, не мәселемен бардыңыз? Енді адам жаймен жай бармайды ғой. Әсіресе бізде өлдім талдым деп. Ол кезде анау дәрумендерім аз еді. Соны тексердім, сосын дәрімектерімді іштім, жақсы болып қалдым. Тағы бір тексеріп қайтыңызшы деймін. Сосын егер жаңа показательдары төмен болса, енді ажаны терапевт көмектеседі, болды, жақсы болып шығады. Сондықтан міндетті түрде. Антидепрессанттар негізі емізулі аналарға рұқсат па әлде? Жалпы болады деп айтады, бірақ оны
қайтадан антидепрессант бүйтіп қана жазып қоймайды. Ол антидепрессантты беру үшін оның дозировкалары бар. Мысалға бір таблетка берілмейді бірден, мүмкін бірден жатқызбайды деген сияқты. Кейде болады, мысалға бір дәріні 8-ге бөлу керек. Соның 8-ші бір-ақ бөлігін кеңесу керек дәрігермен. Міндетті түрде. Одан кейін антидепрессанттарды енді рецептсіз аламайды. Мүмкін коррупция бар, тағы бар, танысым бар деп біреулер олай жасауға болмайды. Гуглға сеніп, ChatGPT-ға сеніп, өзіне әдемілеп диагноз қою жоқ. Все-таки адамға, маманға барып, одан кейін олар жазып отырса, мына дәрілерді ішу керек. Онда ішеді. Сосын енді олар тек қана бірден антидепрессант жазып бермейді ғой. Одан жеңілдеу түрлерін береді. Оларда бөлінеді ғой фармакологиялары. Соған қарап береді. Егер ол көмектеспей жатса, әрине онда береді. Но кейде мысалға, егер жалпы әйел адам депрессияға, бізде айтады енді депрессивная структура личности деген болады. Ол уже дене бітімінде, сүйегінде, бәрінде депрессия бар деген сөз. Ондай адамдар мысалы рискке көптеу ғой. Олар кейде екі қабат болуды пландайды, жоспарлайды. Сол кезде ішеді, одан кейін тоқтатады, одан кейін жаңағы аяғы ауыр болған кезде мүмкін басқа дәрілерге өткізеді терапевті, одан кейін не тоқтатады, не жалғастырады. Жаңағы адам түсіну керек та, одан қорқатын ештеңкесі жоқ. Потому что жағдай әртүрлі. Кейбіреулерде жеңіл өтіп кетеді енді, шыны керек. Жалпы босанғаннан кейінгі депрессия деген тақырып мен үшін өте, қалай айтсам болады, маңызды тақырып болды. Себебі өзімнің басынан өткеннен кейін және өзімнің жақындарымның басынан өтіп жатқаннан кейін маған звондап осындай жағдай болып жатыр деп хабарласатын жақындарым көбейгеннен кейін мен ойладым, бұл қоғамда кәдімгідей бар нәрсе екен. Мен мысалы өзім босанғаннан кейін депрессияда болған кезде мен ойладым, бұндай нәрсе бұрын соңды естімеппін. Бұл менде бір нәрсе дұрыс емес па деген сияқты мен өзімнен күмәндана бастадым да басында. Одан кейін түсіндім, бұл босанғаннан кейінгі депрессия екендігін, және оған мені алып келді көптеген стресстік жағдайлар. Босанғаннан кейін бірден операцияға түсуім, одан кейін жаңағы сау, күндіз түні сау, сүтім тоқтамасын деп сауа бергеннен сүтім одан арман көп болды ма, әлде өзім сондаймын ба? Ұйқым бөлініп, күндізде түнде де көп сауатымын. Және сол ұйқы қанбағандық, шаршау мені депрессияға алып келді. Одан бөлек жаңағы босанғаннан кейін операциядан кейін баламды көтеруге болмайды, кем дегенде жарты жыл деді да, менде кінә сезімі пайда болды енді. Баламды көтере алмаймын, жылап жатыр, емізуге алып қайтадан қоюдың өзі үлкен мәселе болған кезде менде өте үлкен депрессия болды. Одан кейін жаңағы шаршап жүргеннің кесірінен менде ағза тек жеңіл тағамдарды ғана, жеңіл тағамдарға ғана әуес болды. Печеньемен шай іше салу, нанға май жағып шай іше салу деген сияқты. Ал кәдімгі етпен бүйтіп отырып шай ішуді менің ағзам қаламайды, себебі оны қорытуға энергиясы болмаған екен. Оны қазір біліп жатырмын да. Неге мен жаңағы жеңіл тағамға әуес болдым десем. Одан кейін тағы не айту керек? Жақындарыңызбен қарым-қатынас? Жақындармен қарым-қатынас, мысалға, ол да өзінің әсерін берді. Мен бұл депрессиялардан қалай шықтым? Айтқым келеді, мүмкін бұны көріп отырған сіңілдеріме пайдасын тигізетін шығар. Психологқа, психотерапевтке бару керек деген кезде білмеймін неге мүмкіндік іздемегенді бармадым. Соның әсерінен мен ұзақ уақыт сондай жағдайда жүрдім, бірақ өзіме қалай көмектестім. Мен энергиямды көтеретін қандай нәрселер бар екендігін ойландым және тізім жаздым, 20 тізім. Жаңа мысалға жай ғана ваннаға түсу, немесе жай ғана душқа түсу, билеу, өзімнің жақсы көретіні жаңағы дыня, балмұздағымды жеу, немесе жолдасыммен серуендеу, немесе өзім кешке таман серуендеу, өзімен өзім қалып жақсы көретін әуенді тыңдау, немесе айту.
қандай да бір жақсы көретін адамға жайлылық сыйлайтын фильм тауып алып көру, дәл мендей сондай депрессияда болған аналар қалай шыққан туралы историялар тыңдап, айтқандай мамский әңгіме подкастына үлкен рахмет. Иә, сол кезде тауып алып тыңдаған болатынмын. Жақсы көмек болды, себебі сол подкаст арқылы мен білдім басқа аналарда да сондай депрессия болатындығын. Одан кейін тағы не көмектесті? Магниевый 6 іштім. Иә, күнде ұйықтардың алдында 1 сағат бұрын менің дұрыс ұйықтауыма көмектесті. Одан кейін ойым бос болмас үшін бір тірліктермен айналысуды ойладым. Аяқ астынан бесік тоқып кеттім. Қызық жаңағы эксперимент болды мен үшін. Қолөнермен айналысу өмірімде бірінші рет. Өйткені балам қасымда болатын, жұмыс жасап көргім келді да. Бір жағынан оны сатып табыс тапқаным менің өзімнің самооценкамды, бағамды өсіруіме де көмектесті. Одан кейін тағы не істедім? Ойымды жолдасыма ашық айттым. Маған бұл ситуациядағы ең үлкен көмек жолдасым тарапынан болды. Тіпті мен өзіме өзім көмектесе алмай қалған сәттерде жолдасымның тарапынан болды. Мен өте қатты арықтап кеттім. Айнаға қараған кезде самооценка түседі кәдімгідей. Сол кезде жолдасым баяғы комплименттерін тоқтатпай, дәл солай өзінің сезімін білдіргені, қолдауын білдіргені маған үлкен көмек болды. Сол үшін жолдасыма рахмет айтамын. Егер келіншектеріңіз немесе сондай депрессияда болатын болса, жылы сөздеріңізді аямаңыздар. Егер сіз жақсырақ көңіл бөлген болсаңыз, бірге жұмыс жасайтын болсаңыздар, аз уақытта тезірек шығуға мүмкіндік болатынын түсіндім. Одан кейін мен негізі үйде отырған кезде ішім пысатын адамым ба, сондай екенмін. Өзім табиғатым. Енді 30-ға келгенше сол босанғанша жыбыр болды дейсіз. Жұмыспен болғаннан кейін, одан кейін босанаға үйде отырып қалу менің кәдімгідей бір басқа әлемге түскен сияқты сезімде болды да. Одан кейін мен жаңағы рюкзакқа баламды салып алып 5-6 айынан бастап жұмысқа шықтым. Өзім қосымша енді, себебі баланың режимі бар ғой, 2 сағат сайын ұйықтайтын, сол барып 1 сағат жұмыс істеп келетін сияқты. Сондай бір жұмысқа шықтым. Өзімді алдау үшін сондай бір жұмыстар істедім. Одан кейін анализ тапсырып, сол анализдердің жетіспеушілігін жөндеген кезде осының барлығы сатылай жасалғаннан кейін мен депрессиядан шығуға көмектесті. Бірақ енді ең жақсы көмектескені баламның өзі жүре бастағаны, енді мен көтеруді қажет етпейді. Әрине, бала өскен сайын жеңілдейді. Иә, жалпы негізі депрессияның ұзақтығы қанша уақыт болады, қанша уақытта басталуы мүмкін және қанша уақытқа созылуы мүмкін? Жаңа бэйби блюз дедік қой. Жаңадан босандыңыз, бұрынғы өмір мен қазіргі өмір 2 түрлі. Ол бір 2 аптаға дейін, бірінші алғашқы 2 апта болады. Одан кейін 2-3 аптадан кейін басылады. Үйреніп кеттім, кішкене жаңағы өзіме қалпыма келіп жатырмын, ұйқым дұрысталып жатыр, балам ұйықтайды деген сияқты. Әйтеуір тыныс алып жатыр, өсіп жатыр, жаңа емізілуім жақсы деген сияқты позитивті моменттер бізге күш береді. Сонымен бір қорқыныштарым басылады. Одан артық көп болса, жаңа айттық қой, 2 аптадан көп, ол бірнеше жылға дейін кете береді. Кейбіреулер өмір бойы келмейді. Сонда әрбір баласы депрессияда туылады. Бірақ бізге олардың балалары келеді көмек сұрап. Өскен кезде. Балаға әсер етеді. Жаңа айттық қой. Мысалы сіздің айтып өткен не істедіңіз, қалай? Мен оның бәрін өзімнің жаңағы логикамен жасағымда былай қараңыз. Есімде қалғандарын айттым енді. Это жақсы ғой, мысалы. Сіз ойландыңыз, сіз отырдыңыз. Көп әйел адам ойланбайды ғой. Сол анау робот сияқты таңертең тұрады, үйту керек, бүйту керек, кішкене тоқтау керек. Сіз тоқтадыңыз, не болып жатыр дедіңіз. Менімен не болып жатыр? Неге бұлай? Деген сұрақтар туындаған кезде, кішкене зерттесек, бір жолдар ашылады. Жолдасыңыз пайда болды, подкаст тыңдадыңыз, кітап оқыдыңыз, тағы бір нәрсе ести бастадыңыз. Мен жалғыз емес екенмін ғой деген сияқты ойлар келді. Одан кейін сіздің айтқаныңыздың бәрі, көрдіңіз бе, бір ғана фактор әсер еткен жоқ қой. Бірнеше факторлардың үйтіп әйтеуір әсері тигізіліп, сол күйге келдіңіз. Бірақ не шығарды? Қайтадан көп нәрсе. Бірақ нәрсе емес, тек қана психологқа барып қою жеткіліксіз. Психологқа келген кезде біз де зерттейміз ғой. Тағы не сізге қуаныш алып келеді? Тағы не істегіңіз келеді деген сияқты. Сонда
көп адам ойлайды депрессиядан шығу, бақытты болу, бір өзіме ұнайтын нәрсені алу, бәріне ақша керек деп. Бірақ сіз қазір көп тізімнің ішіндегі нәрселер қаржылай талап етпейді. Бәрімізде су бар. Енді қалада тұратын болсақ, әйтеуір бәрінде ваннасы бар, не душы бар, әйтеуір ыстық судың астында өте көмектеседі. Тұзды ванна қабылдау деген сияқты керемет нәрселер. Сондықтан осындай кішкентай түйіршіктерден құралатын көмек. Өзімізді түйіршіктерден қайтадан жинап алу, Әрине. өзімізге өзіміз көмектесу, иә, ең басты көмек сол кезде біздің өзімізге жасаған көмегіміз. Тоқтап сұрақ қою. Мен дальше ары қарата не істеймін? Сол кезде қасыңыздағы, жаныңыздағы адамдар да көмектесе бастайды. Өйткені сіз бөлістіңіз. Егер бөліспесеңіз, мүмкін басқаша болар ма еді. Сіз өзіңіздің күйзелісіңізбен арпалысып, өзіңіз жолдасыңыз сіз түсінбейді. Не қалайсыз, не қаламайсыз. Егер мен айтсам, мен қазір шаршап тұрмын, демалғым келіп тұрса, ол да адам ғой. Ол да әйтеуір бірдеме қылып түсінеді. Тамаша. Мысалы, сосын көбісі ойлайды, мынау психологияны оқып алғандар, психологтар керемет деп. Ол ондай емес, ол да иллюзия. Мен де психологпын, мен де адаммын, менде өзім қиыншылықтарым бар. Психолог болу ол бәрі керемет болу емес. Психолог болу ол көп құбылыстарды басқаша көру, басқаша түсіну, басқаша бір жолдары іздеу деген сияқты. Бірақ ол конфликттер болады, ол күйзелістер болады. Сондықтан кейбіреулер сол мамандыққа кетіп қалады да. Мен қазір енді коуч болсам, менде бәрі жақсы болады. Олай емес. Әр адам өзін іздеу керек. Сіз өзіңізге тәне, өзіңізге керек нәрсе, өзіңізді түсініңіз. Мен үйде отыра алмаймын. Онда мен қалай көмектесе аламын? Мына уақытта мен барып өзіме көңіл бөліп келе аламын. Мына жерде мен баламмен бірге барып келем. Сонда сіз де бақыттысыз. Сіз бақытты болсаңыз, балаңыз да бақытты деген сөз. Идеальный ана, идеальный әйел болуға талпынбау ең бастысы, иә. Өйткені сол нәрсе құртады адамды. Қалайынша құртады дегенде қалай енді энергияны түсіреді, өйткені біз идеальный бола алмаймыз ғой, бәрібір қандай да бір мін болады енді. Иә, не істейді ана? Білмеймін, бір кітаптарды оқып ауырып жаса мысалы жүгіреді. Анда мұнда, одан кейін не істейді, жаңағы керек емес, ЛФК, бір жаттығулар, бір мамандар бізге шығарады, апарады. Айналайын, тоқтаңыз. Жақсы мама это спокойная, тып-тыныш, тұрғылықты, баласымен тіп жатып, денесін сипап, әнім, күнім, әлдейін айтса, бала былай жеткілікті. Ал оқу, тағы развивашка әрине керек. Бірақ оны енді жасына сай ақырындап береміз. Сосын кейде ата-аналар болады. Тренд қой енді. Тренд, мода, басқардан қалып кетпейін, жұрттың баласынан қалып қалмау. Осындай нәрселерде әсер етеді. Егер менің балалық шағымда мені салыстыру көп болса, онда мен ана болған кезде, мен сол баламды басқалармен салыстыра бастаймын. Басқалармен салыстыру, мен баламның өзгешелігін көре алмай қалам деген сөз. Мен өзімнің ана болу қандай екенін сезіне алмай қалам. Сонда погоня. Тек қана арпалыс. Сонда бала не алады? Ішкі сезімі бір арпалыс, күйзеліс, тұрақтылық жоқ деген сияқты. Балада сосын тынымсыз болады, түнмен жылайды, түнмен сықтайды, іші де ауырады, мазасыз болады. Егер ана жалпы іштей өзіне қанағат тұтса, көреді, бала тыныш болады. Іші ауырмайды деген сөз емес қайтады. Но жалпы алатын болса, ол тыныш бала болады. Мазаң емес бала болады. Егер мен ішінде арпалыс көп болса, уайымдарым көп болса, мен балама соны берем. Сүтпен берем, көңіліммен берем. Бала сезеді. Соңғы сұрақ, жалпы аналар босанған кезде қандай да бір ауыр босану болса, одан стресс алып делік, травма алып делік, сондай болса, одан кейін тағы да ана болуға қорқатын аналарға қандай кеңес бересіз? Қазір қорықпаңыздар деп айтатын болсам, ол тағы бәрі сөйтіп айтады. Но жалпы өзіңізге сеніңіз. Өзіңіздің жақсы ана екеніңізге сеніңіз. Өзіңіздің балаңызға махаббатты бере алатыныңызға сеніңіз. Сосын қорықпау в плане
көмек сұрауға. Сосын идеалға асықпау, ол жаққа ұмтылмау. Винникоттың жақсы бір ойы бар. Достаточно быть хорошей мамой. Осы қағида менің ойымша өте керемет. Достаточно хорошая мама дегеніміз жеткілікті жақсы мама. Ұрсатын жерінде ұрсып алады, бірақ ол барып сөйлеседі. Қайғыратын жерінде қайғырады, бірақ ол баласына үйретеді, қалай бұл күйзелістерден шығуға болады. Сөйлесу арқылы, құшақтау арқылы, жұбату арқылы, ойнау арқылы. Сонда ғана анада міндетті түрде бір ішкі пространство дейді, сол болады. Бір орын болады, міндетті түрде. Ол жерде ресурстар тұрады. Керек кезде, стресс кезінде солар активируется. Сол арқылы мен күйзелістерден шығамын. Анандай бір әзіл бар еді ғой, жаңа босанған аналар, ең алғашқы босанған аналар, балаларын 2 айға дейін ешкімге бермейді, 2 айдан кейін көмектесіңдер деп көмектесетін адам таппай қалады деген сияқты. Сол басында не істеу керек? Сол кезде қасында көмектесетін адамдар болса, сену, көмек сұрау, беру, сену, сену. Біз көбіне сенбейміз. Сосын үлкендер де келіндеріне сенбейді, немесе босанып жатқан қиналған қыздарына сенбейді. Бірақ бұл жерде күтім маңызды. Қасындағы адамдарға да, білмеймін, құлақтарын алтын сырға дейміз ба, тоже жаңағы әдемі қоршаған орта сыйлау. Керек жерінде баланы алып, керек жерінде қасына беріп, көмектесу. Міндетті түрде кінәламау, тезірек тұрып кету керексің, тезірек сенікі не болды, 2 апта болды, әлі жазылмай жатсың ба деген сияқты мүлдем критикаға түсіретін әңгімелерден сақ болу керек. Қолдау, жақсы көру болды. Жақсы, рахмет сізге. Бұл негізі өте үлкен тақырып. Егер қандай да бір бұл тақырыптан тағы да қосымша ақпарат қажет ететін аналар болса, қосымша қалай сізбен хабарласса болады? Не ұсыналасыз? Инстаграмға жазса болады, сіз арқылы шықса болады. Сосын бір гайд дайындайтын шығармыз. Онда былай жасасақ қалай болады? Осы подкастты көріп, өздерінің инстаграмдарына бізді белгілеп салған аналардың барлығына сол гайдты тегін берсек. Сол жерде қай жерден көмек, қандай көмек алуға болатыны барлығы әдемлеп, структурно жазылып шықты. Тағы да еске түсіретін бір әдемі, мен ойымша, гайд деп есептеймін енді. Керемет. Көп рахмет сізге. Құрметті аналар, өздеріңізді жақсы көріңіздер, әрқайсыңыз ерекшесіздер, ешкіммен салыстырмаңыздар, еркелеңіздер, демалу керек болса демалып ұйықтаңыздар. Сізді бақытты қылуға қандай пазл жетпейтіндігін сіз ғана білесіз. Ойланыңыздар, сөйтіп біздің бүгінгі жасаған подкастымыз сіздерге өзінің пайдасын береді деп сенеміз. Барлығы жақсы болуын тілейміз. Гүлжан ханым, бүгін уақытыңызды бөліп, осындай керемет сұхбат бергеніңізге алғыс білдіремін. Қаншама жыл бойы жинаған біліміңізбен, оқырмандарымызбен бөліскеніңізге Алла разы болсын. Оқырмандарымыз өздерінің пайдасына жаратып, барлық аналарымыз бақытты болуын тілеймін. Рахмет. Бір ой алса да, екеуміз бір үлкен шара жасадық деп ойлаймын. Рахмет. Рахмет сізге. Еңбегіңіз жемісті болсын. Керемет, күшті. Рахмет. Тағы кездесеміз деп ойлаймын енді. Бұйыртса. Рахмет. Көп рахмет.